Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Дәл қазіргі күн суыған күздің салқынында асқабақтың сезоны болып жатыр. Түрлі тағамдар, самсалар дайындаймыз. Бүгін сіздермен самсаның ең оңай жолы және өзім лайфхактармен бөлісетін боламын. Әуелі салқын суға тұз және осындай кішігірім ашытқыны қосып, араластырып жібереміз де қамыр илейміз. Кішкене ашытқы қосқан себебім, мынау самса пісіп жатқан кезде аздап көтеріліп, кішкене ісініп әдемі болып тұру үшін осылай дрожж қосып жіберсеңіздер, ашытқы қосып жіберсеңіздер, сондай әдемі болады. Енді ұнды електен өткізіп, бірден көп салмаңыз, өйткені көп салып жіберсеңіз қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай қасықтың немесе осындай лопатканың көмегімен кішкене араластырып, ұнды шетінен жайлап қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Өйткені самсаның қамырын қатты илеуге болмайды, ол қатты болып қалуы мүмкін. Қанша арасына май жақсаңыз да, жұмсақ созылмалы қамыр болу қажет. Осы қамырды екі зуалаға бөліп аламын. Біздің оңтүстік жақта әрбір қамырды бөлген бөлікті зуала деп атайды. Жаңағы қамырды жаюға ыңғайлы болу үшін осылай дөңгелетіп аламыз да, бір 5-10 минутқа тұндыруға қоямыз. Сонда қамыр жақсы жайылатын болады. Қамырды жая беруге болады. Бастапқы уақытта ұнды көбірек себіңіздер, сонда қамырдың соңғы жағына қарай үлкейген сайын ұнды азырақ себетін боласыздар. Қамыр қанша жұмсақ болған сайын оны жаюда өте тез болады. Мен бұл қамырды бір 3 минутқа жеткізбей жайып тастадым. Мен сіздерге мынандай кеңес берер едім. Егер де мантының жаңағыдай ет асқан кезде қамырды дұрыс шықпай қалады, жаюды білмеймін десеңіз, үйіңізді көбірек самса істеңіз. Самсаның қамырын қалай жайсаңыз өзіңіз білесіз. Қамырыңыздың шеті қалың болып кете ма, ол 4 бұрышты жайылама маңызды емес, себебі арасын сармай жағып орайтын болғандықтан, ол піскен кезде жұқа қалың болғанын білінбей кетеді. Сондықтан да жиі қыз-келіншектерге кеңес берем. Егер қамыр жаюды үйренгіңіз келсе, көбірек самсаның қамырын жасап, оны жаюмен айналысыңыздар. Енді жайып болғаннан кейін ертілген сармай құямыз. Микроволновкада ертіп алсаңыз болады, су ваннасында ертіп алсаңыз болады. Сөйтеміз де ораған кезде арасын бос қылмай, қамырды кішкене өзіңізге тартып созып арасын нығыз етіп орау қажет. Толықтай орап болған соң целлофанға салып морозильникке 1 сағатқа қалдырыңыз. Сол 1 сағаттың ішінде керек заттардың барлығын турап алатын боламыз. Ал бұл қамыр қазір өте жұмсақ болып тұрғандықтан морозильникке салынған кезде кішкене қатып жұмыс істеуге де ыңғайлы болады. Ал енді керек заттар турап алайық. Таңдаған кезде де осындай асқабақ кішігірім таңдаңыздар. Бұлардың сорты өте дәмді болады. Кейбір үлкен асқабақтарды аламыз да, тәтті болып шықпай қалады. Асқабақтың да тәттілігі маңызды. Одан кейін асқабақтың дәнін тастамаңыздар. Оны құрғақ сковородкаға қуырып алып, немесе пешке салып, қыздырып пісіріп алсаңыз болады. Соның дәнін жеген балада суықтықтан сақтайды. Әсіресе ер балдарға, жолдастарыңызға беріңіздер. Простатит ауруының алдын алады. Енді пиязды да солай ұсақтап турап аламыз. Салмам көбейіп кеткендіктен үлкен ыдысқа ауыстырып алдым. Енді бұған құйрық май қосамыз. Мен бір әдісім бар, осындай морозильникке арналған ыдысқа құйрық май, іш майларды ұсақтап турап осылай дайындап қоям. Кез келген уақытта жаңағыдай самсаларға, тағамға қосатын болсам, алып шетінен қоса беремін. Енді бұның үстіне жаңағы тұз, қара бұрыш қосамыз, дәмдеуіштерді жақсылап араластырып жібереміз. Ешқандай үстіне сұйық май құймаймын, осы құйрық майдың өзі жетеді. Міне қамыр дайын, қарасаңыздар кішкене қатыңқырап тұр. Жаңағыдай осы уақыт аралығында арасында сармайларды қамырға сіңімді болып қалады. Енді барлығын майда бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін ары қарай жұмыс жасай береміз. Мен барлығын тез істеген жақсы көрем. Біреулеп жайып отырған қаламмен бірденен екеу-үшеуін қоямын да, осылай оқтаумен жаймалай берем. Енді ішіне көбірек сала беріңіздер, салмасын, өйткені бұл ет емес қой, піспей қалады демейтін. Бұл өте тез піседі, сондықтан көп болып тұрса да, жаңағыдай жұмсақ болып піседі, ішінде тіпті білінбей де кетуі мүмкін. Сондықтан көбірек сала беріңіздер.
Осы кезде пешті қосып қыздырып қойыңыз. Мынау пешіңіздің тілін өзіңізден басқа ешкім білмейді. Мен мысалға қазір 180 градуста пісіресіз десем, мысалға сіздің үйіңіздегі нан 250 градусқа қойған кезде пісетін шығар. Сондықтан нанды қандай градуста пісіресіз, оны да тура сондай градусқа қойып қойыңыз. Шамамен бір 20 минутқа жетпей пісіп шығады самсалар. Міне самсалар пісіп шықты, енді иісінде әңгіме жоқ. Көрдіңіздер ме, біз жаңа азғантай дрожж қосқан еді, қамырына көтеріліп томпиып шығып тұр. Сондай әдемі көрінеді дастарханға қойған кезде де. Әр мезгілдің өзінің уақытында пісіп шығатын жемісті дәл сол уақытында жеп, ағзамызға көбірек сіңдіруіміз қажет. Біз біз кейде жаздық көкөністерді қысқа қатырамыз ғой, оның пайдасы аса қатты тигізе бермейді. Дәл сол уақытында жеген нәрсеге жетпейді бәрібір. Алып қосар кеңестеріңіз болса, төменде пікірде күтемін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.